Дәптерді ашып, бүгінгі тақырыпты жазайық. Алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Оқулықтың 225 беті. Сабақтың мақсаты. Бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды үйрену. С-дан А қосу С-дан Б. Бұл екі бөлшектің бөлімі бірдей. С. Сондықтан да екі бөлшекті қосу үшін олардың алымдарын қосып, алымына жазып, бөлімдерін өзгеріссіз қалдыру керек. А қосу Б бөлінген С. Мысал келтірейік. Оқулықтың 229 бетін ашыңыздар. 39-да 2-нің бірінші есебі. 5-тен X қосу 5-тен Y. Айтылған ережемен орындайық. Бөлімдері бірдей 5. Сондықтан да X қосу Y бөлінген 5 болу керек. X сақталынды, Y сақталынды. Төртіншісі. 5b квадрат бөлінген 3a қосу 13b квадрат бөлінген 3a. Екі бөлшектің бөлімі 3a. Бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз 3a. Ал алымын бір-біріне қосамыз. 5b квадрат қосу 13b квадрат бөлінген 3a. Бұл есептің жалғасы бар. Себебі алымдарында ұқсас мүшелер жазылған. Олардың коэффициенттерін қосайық. 5 қосу 13, 18, b квадрат бөлінген 3a. 18 бен 3 қысқарылады. Олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 3. 18 бөлу 3, 6, 3 бөлу 3, 1. Жауабы 6b квадрат бөлінген 1a. 1 коэффициенті жазылмайды. Келесі есеп. 9-да 3. Екіншісі. 12p азайту 1 бөлінген 3p квадрат. Минус 1 қосу 3p бөлінген 3p квадрат. Ереже. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту үшін азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алымына жазып, бөлімін өзгеріссіз қалдыру керек. Бөлімін өзгеріссіз қалдырайық. Бөлімдері бірдей. Азайғыштың алымы 12p азайту 1. Оны жақшаның ішіне жазамыз. Минус. Минус таңбасы сақталады. Азайтқыштың алымы 1 қосу 3p. Оны да жақшаның ішіне жазамыз. Тең. Бұл бөлшектің алымындағы жақшаларды ашамыз. Бөлімін өзгеріссіз қалдырайық. Бірінші жақша өзгеріссіз ашылады. Екінші жақшада өзгеріс пайда болады. Себебі оның алдында минус таңба бар. Бұл минус таңба әр қосылғышқа әсер етеді. Минус 1, минус 3p. 3p-ның алдындағы плюс таңба минусқа айналды. Тең. Бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз, ал алымын ықшамдайық, ұқсас мүшелерді біріктіріп. 12p және 3p. Коэффициенттері 12, минус 3. 9p. Минус 1, минус 1. Оларды біріктірсек, минус 2. Соңғы бөлшек қысқартылмайтын алгебралық бөлшек болып табылады. Жауабы
9p азайту 2 бөлінген 3p квадрат. Жұмысы. Номер 39-да 2, екінші, үшінші. Номер 39-да 3, бірінші, үшінші, төртінші, бесінші есептері.